Ассаламу алейкум, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін өте жұмсақ пончики жасаймыз. Комнатный температурадағы сүтімізге жұмыртқа, 3 столовый ложка қант, разрыхлитель және 3 столовый ложка сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне електен өткізген ұнды саламыз. Қыздар міндетті түрде ұнды електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болады, түйіршіктер болмайды. Жұмсақ қамыр елеміз. Осы қамырымызды пакетикпен немесе пищевой пленкамен 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Осы қамырымызды екіге бөліп, өте қатты жұқа етпей, өте қатты қалың етпей, видеодағыдай жаямыз. Осындай формамен немесе үйде кез келген домалақ ыдыстармен кесіп аламыз. Мен осылай ортасында жақсылап кесем. Қызып тұрған майымызға жақсылап пончиктерімізді қуырып аламыз. Екі жағы қып-қызыл болғанша қуырамыз. Өте қатты отқа пісірмеңіздер, іші піспей қалуы мүмкін. Орташа отқа пісіріңіздер. Пончиктің оформлениясына осылай шоколадты микроволновкада 1-2 минут ертіп алсақ болады. Міне достар, біздің пончикіміз дайын. Осыны еріп тұрған шоколадқа батырып, осылай оформление жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын, көп уақытты қажет етпейтін, бар жоғы 10-15 минутта дайын болатын пончиктер. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.